Ассалаумағалейкум, құрметті ағалар, інілер. Бүгін енді Алейкумассалам. Шал Ақын ауданы Жаңажол ауылындамыз. Бір ауылдың тарихы дерегімен Жаңажол ауылының тарихын жазуға келдік. Өздеріңіз таныстырып өтсеңіздер. Мен Шекенов Ербұлан Телманұлы, осы Жаңажол ауылының тумасымын. 1965 жылы туғанмын. Осы елде қазіргі уақытта осы елде мұғалім болып мектепте қызмет етемін. Рахмет, ағасы. Мен Омар Болат Зайкелұлы, 1954 жылы Жаңажол ауылында туғам. Бүкіл ата бабамыз бәрі осы елдің шыққан, осы елде туған, солардан қалған енді. Тияғымыз. Мен Амангелді, Жентаев Амангелді Сүлейменұлы, ауылдың тумасы, 1982 жылы туғам. Осы Жаңажол орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімімін. Тамаша. Енді қош келдіңіздер. Осы Жаңажол ауылы неше атадан құралды? Қай жылы осы ауыл болып, ел болып, мүмкін бұған дейін қыстау болды ма? Сол туралы білгендеріңізбен бөлісіп отырсаңыздар. Болат аға. Енді біздің Жаңажол ауылы екі атадан тараған Есей Сәрбел ағайынды. Сосын Маңыбай, үш ағайынды кісі болған, Есей Сәрбел Маңыбай. Маңыбай қазір енді мына Жарғайың ауылы ерте кезде сол өздері жерді бөлісіп, Есілдің бойыменен ол кісілер со жақты қоныстанып, ол елдерін, жұрттарын со жағында тарқатып, енді ел болып отыр Жарғайың ауылы. Маңыбайдың ұрпақтары. Ал Жаңажолда Есей менен Сәрбелдің ұрпақтары. Ол Есей мен Сәрбел енді қалай айтсақ. Есей мен Сәрбелден кімдер тарайды? Есей мен Сәрбелден тағы аталар тарайды. Есейден, енді Есей атамыздан, енді Күшік ауыл, Күшік атасы, біздің аталарымыз. Сосын мынау Сәрбелден Бәйгел, Жаулыбай аталарымыз болып тараған. Жаулыбай ауылы, Бәйгел ауылы болып, каждыйның осы Есілдің бойында өздерінің кезінде тұрған жұрттары, қысты күні қыстау, жазды күнен жайлауға, кейін қырға, мынау Темере жағына қарай, қазіргі Темере жағы ғой, ол кезде со жаққа қарай жайлауға көшкен. Сосын қыста осы Есілдің бойын кеп қыстаған. Ертай мырза, аталарымыз сонау Сарыарқадан көшіп келді дедіңіз. Ол қандай болған оқиға? Ол енді сол анау Ақтабан шұбырынды кезінде анау Аңырақай шайқасы дейді ғой, 1723 жылы. Сол сыр бойында мынау орталық Қазақстанда болған. Содан кейін сол жерде хандарымыз сол мынау бізге Атығай бабамызға осы Есіл бойынан көшіріп, сол тарихи деректерден енді жүгінетін болсақ, айтуларына қарағанда сол 1745 жылдары осы аталарымыз осы Есіл бойына келіп қоныстанып, осы жақта орын тепкен екен. Соның өзі енді былай айтып өтсек, жаңа Бөкең айтты ғой, Есей Сәрбелдің баласымыз деп. Енді оның ішіндегі Құдайберді Бәйімбет деп айтып жатады. Енді біз Құдайбердіден тараймыз ғой. Ол бізге дейінгі аталарымыз. Енді сол Есей Сәрбелді айтатын болсақ, енді ол кісілерде екеуі де анау бір деректер менде болды. Соны болмайым сізге көрсеттім білем, или неге салдым ба. Сонда олар да сол кімнің Абылай ханның ру басылары болған екен. Енді кім жерленгені сол Түркістанда анау Есей атамыз. Қожа Ахмет Яссауи сонда жерленген дейді. Негізі сонда шамамен ауыл осы жерге 1750 жылдары. Одан ерте болуы мүмкін, 1723 Ақтабан шұбырынды болды. Сол кезде жоңғарлардан жеңіліп, біздің қазақтар жеңілді ғой, тарихта бар ғой енді.
сол кезде ығысып мынау неге жаққа кеткендер бар мысалы. Кіші жақ жер жағынан сосын біздің аталарымыз осы жаққа көшуі мүмкін енді. Себебі енді айтуларына қарағанда сол жақта жаңағы сыр бойында деп айтып жатты ғой ағалар. иә Сол жақта мекендеп сол жаққа қарай көшкен болуы мүмкін. Атығай руының ханы қылып сайлаған болатын мысалы тарихта. Ол кезде сонда олар уже осы Көкшетау жері, солтүстік Қазақстан облысы сол жерде уже мекендеген атығайлар. Сонда олар сол Абылай ханға дейін осы жаққа келген уже біздің аталарымыз былай айтқанда. Яғни ол жаңағы Темірмановичтің айтуы дұрыс негізі сол 40-шы жылдары сол Ақтаман шұбырындан кейін келген ғой осы жаққа. Оған дейін біздің аталарымыз сол жаңағы сыр бойында мекендеген. Иә. Енді ауылда шынымен былай қарап отқанда 4 ата 5 ата болады иә Темірманович. Мысалы кімдер соны атап өтсең? мысалы Күшік ауылы ең үлкен ауыл ғой бізде енді саналады ең үлкен ауыл. Бәйгелі ауылы жаңағы мана айтты Темірманович, жартысы мысалы жаңағы репрессия кезінде ішке қарай кетіп қалған мысалы, Ресей жаққа қарай мысалы. Жартысы осында қалған сол жатты ауылда шамалап бар. Сосын Жаулыбай ауылы бар, иә. Біздің мысалы біздің аталарымыз бар, Әйтен ауылы. Бізде енді тоже басы жоқ, енді ол кезде ешкім не қылмаған. Мысалы жаңағы кімдер Күшік ауылы мысалы Сәрбелден тарайды, иә? Есейден тарайды мысалы. Ауылдың шежіресінде кәдімгідей жазылған онда. Мысалы біздің ауылдың шежіресі бар ғой. Сонда жаңағы арғыннан орта жүз, одан арғыннан кейін Атығай, солай Құдай берді деп жаңағыдай и қазір күнге дейін мысалы бәрі жазылған. Біздікі енді біздің ауыл несі Әйтен ауылының именно. Осы ауылда шамалап бар енді. Сол біздікілер енді мүмкін кеңесте болуы мүмкін жаңағы. Нақты оның белгісіз иә. Менің ойымша Столыпинский реформада қара шекпенділер келді ғой. иә Сол кезде мынау шырайлы жерлерден ығыстыру басталды ғой. иә Сол кезде болған шығар. Мүмкін, ол да иә мүмкін. ол да мүмкін. Ол Столыпинский реформа 1860 жылдары ғой да. Иә, өйткені да ол кезде мынау қазақтың жерлеріне орыстар көлді өздерінің әлгі нелерін әкеліп жақсы жерлерге орыстарды кіргізді ғой. Иә. Содан енді қазақтар ығысып сол өздерінің жерлерінен айырылып та жақсы жерлер сол мынау орыстар алып алды. Сондықтан олар енді былай тарихқа үңілетін болсақ, орыстар сол кезде өзі келген жерлерін уже қала тұрғыза бастады да, олардың былай айналып келген кезде олардың елдерін тұрғызылған уақыты, құрған уақыты, мысалы біздің қазақ ауылдарына қарағанда әлдеқайда жылмен олардікі көп, 150 жыл, 160 жыл болып жатады кейбір ауылдардың. Біздің қазақ ауылдары тарихқа кірмеген, ешкім тіркемеген, қазақ ауылы осы жерде болды деген ондай сөз жоқ. Сонда біз далада қаңғып жүргендей болып тұрмыз да, қазақ елдері, қазақ аталарымыз. Елі де жоқ, жұрты да жоқ. Оларға көшпенді сондай кочевой халық деп нетіп берді ғой енді. Бұлардың нақты тұрғылықты жері жоқ, олар қыстың күні ана жаққа кетеді, қыстың күні осы жерге келеді, мынамыз есіл бойын қыстауға, жаз шыққанда жайлауға елден 10-15 километр жерге ауысамыз ба, сондай бар ғой енді. Сонымен сол біздің елдің нақты тарихы сонда ешқай жерде тіркелмеген, орыстар келді бекініс салды, қала салды, олардікі как будто керемет сол кезде Заңды болып көрінді. Иә, қазақтарға бүкіл үйреткен сол орыстар болып шыға жатыр да қазір. Ал енді мынау жаңа Байгел ауыл дедіңіз, Күшік қонысы дедіңіздер, солардың осы қоныстары, ескі зираттары бар ма осы жерде? Бар. Ол қай тұста, қай неде, Енді ауылдан қанша шақырым жерде? Ауылдан 1,5 шақырым шығар, иә, Күшік ауылының зираты. Есей ауылынікі тоже 1,5-2 шақырым көп. 1,5-2 шақырым. 1,5-2 шақырым жерде, иә. Ең соңғы сол жерде қашан жерленген екен кісілер? Оны енді айта алмаймыз. Оны анау неде төте жазылған 1000 жатыр. Күшік ауылының зиратында мен таста көрдім, 900 ба, 1800? жоқ, 1827 ме қойылған тас бар. Сосын мынау Есей ауылының зиратында тоже анау бір қажының тасы тұр. Қапан қажы дей ме? Ана Шоткиндардың бір. Иә. Сонда тоже, по-моему, 1845 пе сондай жазу болған сияқты кажется. Онда қазір осы жерде нақты 2 зират бар ма? Әлде неше? 3 зират бар. Әйтен ауылының зираты.
Жаулыбай ауылының зираты. Енді мынау қазіргі ауылдың ішіндегі зиратпен 4 зират Иә. 4 зират бар, иә. Үлкен негізгі зират қазір елдегі ғой. елдегі. Анау Жаулыбай ауылының зиратының бар деді, но тасын таба алмадық. Өткенде Амангелді екеуміз бардық қой. Анау Целина кезінде ол Жаулыбай ауылының әлгі жұрты бәрі сол жерде поляның үстінде Целина кезінде бүкіл айдап жыртқан ғой. Сонда иә, жыртып уже жоқ қылып жіберген. Ол жерде жұрттың орындары, төмпөктер бар, тегі жұрттың орны ма екен, или зираттың орындары ма? Ну, жыртып тастаған кезінде ол жерде. Целина кезінде жыртқан қойды ғой. Әйтсе болғанда енді Күшік ауылының зираты енді ертеде біреулер қозғалды ма екен, ол зиратты немен трактормен қазып, экскаватормен қазып ма екен, не қылып қойды? Қоршап, қоршаған. Жырағып, ескі зират қой. Есей ауылының зиратын солай қоршап қойған. А мынау енді осы жаңа жолдың ішіндегі зиратқа ертеде мен онда кішкентаймын, деді, сол бір 9-10 жаста шығармын. Шекен атам алып барып, сонда Хангелді атамыздың зираты осының ішінде деп зиратқа шын апарып көрсеткен. Ол зират сонда Хангелді атаны 1900 жылдың басында денме қойылған дейді. 1900 басында. Онда бұл колхоздастыруға дейін бұл жаңа жол осы жерде ел болған ғой. Болып тұр. Жаңа жол емес, мүмкін бір ата тұрған ғой мүмкін, Жоқ, вообще біздің елді бұрын алғы бәйгел енді бөлек-бөлек ата болып тұрды ғой. Енді мен бірде құдалықта тау ағашта бір жиында отырғанда бір үлкен ақсақал кісі: "Қай жерденсің?" Мен айттым: "Жаңа жолдан." "Жаңа жолың қайсысы?" Әлгі Ғабит Мүсіреповтің елінен бе? Жоқ, мен Есіл бойы Сергей, ол кезде Сергей район Шалақын аты берілгенде, ол нетілгенде сондай. "Ой, ол жаңа жол емес, ол Есей ауылы ғой. Бүкіл бәрі Есей ауылы деп айтатын." Сонда әр атаның аты менен аталынған ол кезде ауылдар. Сосын артынан кейін барып біріктіріп, бәрін осы коллективизация кезінде әлгі жаңа жол деп енді атап бір жерге жиналып ауыл болған. Анау бүгін еңбек ауылында болдық. Оны Қожым еңбек дейді. Иә. Жазып қойыпты. Ол мен сіздерге де мүмкін жаңа жол шатастырмау үшін Есей жаңа жол деп. Жоқ, біздің совхоз болғанға дейін емірші осы кеңес ірі бірдеңе болыпты, иә? Кеңесте бірдеңе болыпты. Кеңес ауылы. Кеңесі, иә, қалай айтайын. Не, мал фермасы болған ба? Басында кеңеске қараппыз, содан кеңестен бөлініп. Біздің ертеде деп айтатын. Иә. Школ болды дейді кеңесте. Біздің ауылға школ. Медресе болған онда. Медресе болған. Қари болған. Иә. Сейдахмет Хазірет қари. Содан осы біраз жерден балалар келіп оқыған. Менің атам Ғаббас деген кісі сол кісінің алдынан оқыған. Ол атам мынау 102-ге келіп қайтты. 98 жасына дейін Әл-Фарабидің біраз еңбектерін арабшадан, парсыдан қазақшаға аударып, соңғы кездерінде енді көмектесті. Ол Әл-Фарабиға өзбектер, қырғыздар бәрі таласып жатқан кезде доказать ету үшін сол енді Алматыда сол араб тілін жетік білетін кісілерді жинап аударту басталады ғой. Содан бір комиссия келіп аударту неткенде әлгіні ішінен үшін қатал көп тауып, содан қайта кісілерден сұрастырып, кім қайда не біледі деп. Содан менің атамды әлгі списокқа ілігіп, сосын целый комиссия білімдерін тексерген ғой, экзамен сияқты. Содан сол 98 жасына дейін Әл-Фарабидің музыка туралы трактаттары, біраз нелеріне аударма жасаған. Сол атам, сол Сейдахмет Хазіреттен. Сейдахмет Хазірет деген кісі өте керемет, терең білімді, сол кезде көз ашық адамдардың бірі болған. Жан жақты, жалғыз дін жөнінде емес, жалпы жан жақты сондай ғалым адам болған. Негізі енді тағы бір дәстүрлі сұрағымыз, осы ауылдың маңында қандай жер, су, сай, орман, шоқтың атаулары бар, сол туралы айтып өтсең. Жаңа мынау Нарғожа өткелі деп атсыздар, иә? Бұл атаулар қайдан шыққан, неге байланысты қойылған екен? Нарғожа нені білдіреді? Нарғожа деген бір адамның атыменен аталынған ғой, Нарғожа. Ал енді ол
ертедегі кісілердің біреуінің атыменен осы жерде тұрды ма, жұрты болды ма, әлде басқа бір жағдайда болды ма. Мысалға бұдан әрмен қарай мынау Бәйгелі ауылының жұрты кәрі барсақ тоғайдан каждый Қарасуының атын, бәрін үйлердің орындарын жұрттың кімдердің аталарының Қарасулардың Қазоты, Аққуатқан, Мұқырсай дейді, Мұқыр Қарасуы дейді, Қымыз үй дейді. Қымыз үй деп аталған енді ол мынау колхоз біздің Жамбыл колхозы болып тұрған кезде 1000 жылқы болыпты біздің осы колхозда. Сонда сол Қымыз үй Қарасуында күллі жылқыларды енді біразын сауған. Сонда саба жан жаққа қымыз енді таратып сатты ма бірдеме айырбастады ма күн көрсін несіменен. Содан сол Қымыз үй Қарасуы атанып кеткен. Күллі айнала қалың үйеңкінің көлеңкесінде биелерді байлап, содан әлгі үйдің орнында бар оларда. Олардың қасында кәренді артынан әлгі бір сибирский язваның несін нетіп қойды. Әйтпесе соларда үй де болған, шөшелер де болған. Сонда жатып малшылар, жылқы сауғандар сонда тұрған. Сосын бөке мынау Қаражар дейді ғой. Иә. Ол жерде де мал ұстаған осы, иә, біздің ауыл. Қаражар есілдің арғы беті біздікі болған кезде, мынау Черноковың түбіне дейін Қара Томар біраз жер осы жаңа жолдың жері болған. Мынау жағында Ақсудың түбіне дейін болған. Мынау Биқан аталарымыз, мынау Бекежанның аталары жылқышы болып, сонда қысты күні тебіндегі жылқыға мынау Мағұзым марқұм болып кетті ғой, Әбілқайыров. Сол кісі айтатын, алғаш тракторға мініп жүрген кезде қысты күні. Сол неге ең алғаш қос етіп, жұрттан, орыстардан көрді ме, басқадан көрді ме, шанаға үй құсатып не істеп, жылқышыларға апардып, соны елден тіркеп қосты апарып, почти Ақсудың түбі дейді. Сонда жылқылар жүр, кісі жоқ. Қай жерге қоятынын білмейді, нетіп, ағытатын. Бір уақытта қараса жылқының ішінде ерттеулі ат құрығын сүйретіп, нетіп қоя берген. Атты көреді. Сосын жылқышы осы маңайда. Енді қараса шет жағында бір кісі прям желге қарсы қарап, екі биялай жағының астына салып қорылдап ұйықтап отыр дейді. Мен трактордың ішінде елден қатып дірдектеп келдім дейді. Ана кісі қорылдап ұйықтап отыр. Қасында трактор келгенде бар, бірақ оянды трактордың дауысынан. Содан енді қос әкелдім, мына қайда ағытам, қайда қоям деп, ойбай жүр ана қостың қасына деп. Әкесі олардың істеген қостары мына ағаштан кәдімгі былай шалаш. Сосын сыртынан күллі шөппен, киізбен немен нетіп, киіз құсады. Сосын түгел қармен нетіп тастаған, төбесінде кішкене тесік, ортасында от жағады. Қалың қылып шөппенен, бұтақпен, оның үстіне шөппенен текемет нете сөп тастаған, орта тоқ от жағатын ашық не. Сосын қабырғада әлгі қорап шиден тоққан. Іші толған ет дейді. Соның асқан етін қазандағы ой тоңып қалсын ғой, жылынып кетті, тамақ ішіп кеп, қазанды ысытып, сорпа етін несін беріп, сонда таң қалдым дейді. Мен енді жаспын, ана кісі кеңесте қыздар деген кісі жылқышы болып. Сол кісі сонда прямо сол барғанда кезегі болған. Ол кезде қазіргі біздің малшыларда емес, күндізінде жылқының соңында енді постоянно басында кісі болады. Қыс болсын, жаз болсын, қараусыз қалдырмай жылқыны, солай баққан. Сонда бір шет сол жаққа дейін болған. Сосын артынан сосы мынау сақбоздар нете бастағанда, мына границаны есілдің бойымен қылып, есілдің арғы бетін өзінікі, біздікі жақты. Артақ біздің екі үй Қаражардың басында бертінге дейін, осы 74-75-ке дейін тұрды ма, 76-ға дейін тұрды ма. Сонда мал сауып, бригада болып, сиыр сауған. Мынау неге, пасептің алдында есіл нетпей атып, қайтпай атып, көтерілмей атып, мұз барында. Бүкіл тұқымды техниканы егін себетіне анда мына бәрін өткізіп болады. Есіл көтерілгенде, есіл тасиды ғой, сонда ұштап арғы бетті. Мынау марқұм айтатын, өзінің баласы Қозыбай қайтқанда, ол кісі бригадир болып, андай неде жұмыста болған Қаражарда.
өзінің баласының қоюына келе алмаған. Сол Қаражардың есілдің арғы бетінде неде болған әлгі посев уақытында болған. Соның әлгі Қозыбақ деген баласы қайтқан. Соның несіне әрбір жағынан ол кезде қаталдау, кісі жетпейді, не нетпейді, босатпаған жібермеген. Еліміздің енді мен естігенім, білгенім, ол кісінің аузынан естігенім. Сондай қазіргі біздің жұмыс істеп жүрген кезде айтатын, ой сендердікі бұл ондай әлгі жан қинап жұмыс істеу емес. Вот кезіндегі бізге дейінгілердің істегендерін деп қандай қиын бейнетте болды. Демалыс деген жоқ. Жоқ. Мынау ашаршылық кезінде 32-ші жылдары қалай болды екен? Репрессияға ұшырағандар ауылда қанша не ішке кетті, сол туралы. Оның енді ол кездегі қиын елдің басына сондай ауыр күндер туған кезде бәрі де өздері жандарын сақтау үшін әлгі елден кетуге мәжбүр болған. Енді оның точно сол кезде қаншама адам елден кетті деп оны біз дөп басып айта алмаймыз, білмейміз. Даже ауылда қанша адам болғаны да ешқандай данный список нелер жоқ. Бірақ аталарымыздан естігеніміз бойынша елдің көбі, в общем, елде қалған где-то сол кездегі халықтың 3-тен 1-дей ғана ма қалған. Бәрі де сол мынау бізге Россия жағы жақын болғасын сол жаққа қарай көшкен. Менің аталарым 27-28 жылдары сол бір түнде әлгі көшкен. Оны көшеміз деп вообще ойламаған басында. Содан енді оның алдында әлгі раскулачивание, әлгі малдарын сыпырып алып, артық малы бар, несі бар. Енді молдау малдар бар. Сонымен неткенде артына кейін бір 3 ағайынды кісіде, 3 атамызда ең үлкені Сәйду, сосын Ғаббас, сосын Қабдолла деген. Үшеуінде 3 жылқы болған. Содан енді алатын басқа нелерде ештеңе болмағаннан кейін районда айтады, ойбай жаңа жолда соларда 3 жылқы бар, соны алу керек деп. Оны біреу естіп әйтеуір олардан бұрын келіп хабар берген елге. Дәл сол моментте біздің аталарымыздың нағашылары мынау айты бар, Жәуке деген кісі болыпты. Өзі әнші, ақындығы бар, ел аралап нетіп жүретін. Сол кісі елге келіп қалған ғой. Соны келіп қалғанда ананы естіп, бір түнде 3 үйді жұрт жатқаннан кейін, ол кезде ешкімнің де артық дүниесі жоқ, жағдай сондай болып тұрған кезде. 3 арбаменен көшіріп, таңертең үшін таң ата Мамлюктің границасына кіргізді. Содан ары қарай Түмен облысына, осы Құлшыманның маңайында сол жақта отырыпты. Жалғыз сол менің аталарым емес, солай каждый ауылдан солай көшкен. Ауылдың өзі ағайындар бірінен соң бірі. Сосын ол жаққа барғаннан кейін ел жақтан ақырын енді келіп, бәрібірде қайда барарын білмейді, нетпейді, тамыр таныс нетелерін аңдиды ғой, іздестіреді. Сосын сол жаққа барып бір ел болып отырдық дейтін, мектептен, көктеректен енді көшіп барған кісілер. Сондай жағдайлар. Біздің алдын енді репрессия келгенде 3 адам бар. Сол халық жауы болып сотталып кеткен. Біреуі мынау Жандос Садуақас деген, кімнің? Қабду Боркен марқұмның әкесі. Сосын біреуі Мұса Сейітқазыұлы дейді. Енді ауылдың шежіресінде. Сосын тағы біреуі ұмытып отырмын кім екен. Аты жөнін. Сол 3 кісі халық жауы болып сотталып кетті. Соны Садуақас, Жандос Садуақас сол Мағжан Жұмабаевпен бірге болған деп айтады. Білмеймін енді, оны точно сотталып кеткенде. Сосын әгі сол репрессия ғой, енді ол кезде қатты заң болды. Осы ауылда бір бабушка шешей бір уыс бидай алған ғой, балаларын тамақ жоқ. Сол бір уыс бидайды айтып қойды, осы елдің бір шолақ белсенділері болады ғой, любой жерде. Сол бір уыс бидайға сол кемпірді соттап жіберген халық жауы.
балалар ашып отырғанда бір көз бидай алып әкелген ғой, соны көріп қалған біреу. Осы елде біреулердің шешесі деді, кімдікі екенін ұмытып отырмын. Онда мен Шекен атам айтатын ертеде. Сондай заман болған, сонда сол бір уыс бидайға да сотталып қалың жау болып кеткен деп. Балаларını сол тамаққа қуырып беруге әкеліп кетті деп. Ал Кеңес пен Жаңа жолдың ортасында қандай нелер бар? Орман, су, жаңағы атаулары ма? Орыс жатқан деген бар. Сосын Үш сайдың қиылысы деген жер бар, Кеңес пен екі ортада. Сосын Отын-үйген деген жер бар. Ертеде солай енді аталарымыз қойған ғой. Сосын тоғайлар енді, Әйтен тоғай деген бар, мына Амангелдердің аталарының жұрты. Сосын ой жетеді, міне Отын-үйгеннен түскеннен кейін әрмен қарай, мысалға оң қарай бұрылсаң Қоғаш дейді, Сайқылттан өтесің, бірінші Қоғаш, екінші өтетіні. Сосын оңға қарай Бабыл, одан кейін Кәрөткөл деген өткел бар. Кәрөткөлден кейін бұлай бір бөлек тоғай Жәпірақты деп аталады. Одан әрі қарай Жанат тоғайы. Сосын одан әрмен қарай есіл бұлай қарын болып келеді, дәл сол Қаражар. Бір кезде Жырық өткелі дейді, Қаражар. Біздің әлгінде айтқан екі тұрды деген жеріміз, біздің елдің әлгі сол как бригадасы сияқты ғой. Сол. Одан бұлай қарай бері есіл қайта бері қарай айналып өтеді. Бір жағынан Әйтен тоғайы келеді. Сосын оларды Жаман тоғай дейді. Қуыс. Бір жағынан есіл, бір жағынан бұлай Қарасу келгенде бұлай сүйірленіп тұрған Жаман тоғай. Одан әрмен қарай 40 буынның іші дейді. Ашы буын, сай талдар. Одан кейін Қарақатын, почти мектептің асты. Есіл бұлай айналып келгенде граница есіл, одан бергіне Қарақатын тоғайы. Ол Қарақатын деп атағаны, бұны енді ертеде аталарымыздың айтуына қарағанда, тоже мына Жаулыбай ауылында бір бабушка болыпты. Енді кескіні сондай болғасын атаған шығар. Но енді жақсы елдің енді влиятельный әйелі болған. Сол кісі артынан аяғы жүре алмай нетіп қалған. Соның келіндері, балалары, енді қысты күні шақырыстан еді, текеметпен сүйреп, кілеммен сүйреп, бір үйден бір үйге, сол Қарақатын тоғайы деп атап кеткен деп. Сосын Бабыл деп айтып қалдыңыз? Иә, Бабыл деген бір тоғай бар, ол енді Павел деген бір орыс болған шығар деймін, мен өзім. Жоқ ой. Бабыл қайдан шығып отыр? Бабыл дейді, енді неужели ол біздің орыстың атына кім біліпті енді. Сосын анау Нұргөл деген қарасы бар. Ол мысаға анау Саяжан апаның әкесінің атымен аталған деп еститінмін мен. Нұргөлді қарасы ол деп. Нұргелді? Иә, ол кісінің әкесінің аты белгісіз Саяжан апамыздың. Ол кісінің атасы болады, оған келін болған ой деймін Саяжан апамыз. Нұргелді деген әйтеуір сол. Ол вообще Әйтен ауылының. Әйтен ауылының керемет қарулы некісі болған. Сол әлгі Нұргөлді Қарасу деп атағаны, енді оның бәрін айту кішкене нелеу болады. Әйтеуір естігеніміз соны. Сол ненің ішін, Әйтен тоғайының ішінде шөп шаққанда сол Нұргөлді ең шөбі мол жер ба? Шөбі мол болған, сосын енді ең қарулы, ең өнімді жұмыс істейтін основной сол тоғайды Нұргөлді шауып, Нұргөлді бәрін нетіп отырған. Сосын айнала Қарасу, сосын Нұргөлді Қарасу деп. Сосын таяған да сол жерде бір Қарасу. Жалпақсу. Жалпақсу, иә. Сосын әр жағында Кеңестің несі Қабан, мына жақта тоғайдың ішінде жақсы Қарасу дейді. Не? Жұрттар сосын шыққан мынау былайға солға. Сосын Шыққан тоғай міне естілдің, міне жардың арғы беті мынау Шыққан тоғай. Орыс жатқан деген бар анау. Жар, білмеймін өзі, неге орыс жатқан деп айтқан? Ол ертеде бір суға кеткенне орыс артынан жиекке шығып қалған ба міне, содан орыс жатқан деп. Сол жерде әйтеуір сол орыс жатқан жарынан мамонттың сүйегі табылған. Где-то 1970 жылдары. Сосын осы карьерден де тапты ғой. Осы мына құм артып отқан, осы мына ораздан, олардан осы жақта мамонттар болған. Мамонттың жілігінің өзі біздің бойымыздай. Тісі, анау сосын несі анау.
сүйегі бар ғой, мұрын сүйегі. мұрын сүйегі. Сондайлар бәрі аудандық музейде ғой қазір бәрі. Мамонттың сүйектері шықты. Ертеде біз кішкентай кезімізде мына ойнап жүргенде ауылдың мына стадионның дөңі бар ғой, қазып, окоп қылып қазып ойнап жүргенбіз. Сонда тоже кісінің сүйектерін шығардық. Окоп қазып жүргенімізде. енді ол Ол кезде тоже мына жерде зират болмаған осы мүмкін дөңді. Оны ешкім де білмейді. Сол сүйектерді жинап сосын алып кетті. Қайда кеткен білмеймін. Өзім жай ұстап көрдік. Сонда аяқ сүйектері мен қол сүйектері мен ірі сүйектер. Бас сүйегі де үлкен. Мынау жіліктері де үлкен денелі кісі болған әйтеуір. Сол дөңді бетіне шығып қалды. Енді есіл шайып әкелген жоқ шығар. Ну, скорее всего, сол жерде қойылып отыр. қойылып отыр. Окоп қазып әйтеуір өз кезде бала кезімізде көрінген жерден қорған шеміз сеп соқсамыз деп. Сонда тауып алғанбыз әйтеуір сүйек. Ол где-то ол 1970-тің басы где-то сол. 72-70 жылдар ма екен. Міне уже 50 жыл болды оған. Жақсы. Тағы бір қосатындарыңыз ұмытылып қалды, мынау дүниені айту керек дегендеріңіз болса. Біраз мәлімет айттыңыздар. Бұл да мынау келер ұрпақ ертең біліп жүреді. Тарих жөнінде тағы қосымша айта кететін болсақ, біздің елде сосын Нұрпейісов Қайрата марқұм даңқ орденінің толық иегері, ұлы отан соғысының ардагері, 3 соғысқа қатысқан, фин соғысына, ұлы отан соғысына және жапон милитаристермен соғысқа қатысқан кісі. Сол кісі біздің елге ұлы отан соғысынан кейін кеп елде қызмет істеді. Өмірінің соңына шейін осы елде тұрып, осы елде қайтқан болатын. Сосын Сұлтанов, Хамза Сұлтанұлы деген атамыз, әкеміз де осы елде сол совхоз құрылғаннан бері Семполка МТС-тен ауысып, Сергей аудандық мамандырылған шаруашылық бірлестігі болып құрылған кезде біздің елге бас есепші болып келген болатын. Ол кісі міне өмірінің соңына шейін сол осы елде тұрып қызмет істеп, осы елде қайтып, осы елде жерленген болатын. Тоже ұлы отан соғысының ардагері. Сондай азаматтар міне біздің елдің көтерілуіне де сондай қызмет істеген болатын. Бұл кісілерден басқа тоже осы Жаңажол ауылының тумасы, осы жердің кісісі Қабдөнөсов Шәмшет деген атамызды ұлы отан соғысына аттанып, ұлы отан соғыс кезінде өшпес ерлік көрсетіп, Совет одағы батыры атағына ұсынылған болатын. Ол кісіге де сондай атақ берілмей қалған азаматтың бірі. Кейін партия қызметінде, мемлекет қызметінде біраз қызметтер атқарып, өмірінің соңына шейін сондай үлкен жерлерде қызмет істеген, Алматы қаласында жерленген.